Қайырлы күн, құрметті оқытушылар, студенттер. Ақтөбе гуманитарлық колледжі, математика және ақпараттық жүйелер бөлімінің МК 305 топ студенттері және топ жетекшісі Ислева Гүлжанат Каримбаевнаның ұйымдастыруымен 1 мамыр халықтар бірлігі мерекесіне арналған татулығы жарасқан тағдыры бір халықпыз атты тәрбие сағатын бастауды рұқсат етіңіздер. Көп ұлтты болуымыз біздің байлығымыз, мақтанышымыз. Тату елге тыныштық орнайды, бейбіт елде ғана береке болады. Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті қазақ елі, баршаңызды 1 мамыр халықтар бірлігі, ынтымақтастығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ақтөбе гуманитарлық колледжі, математика және ақпараттық жүйелер бөлімінің МК 305 топ студентімін. Барлығыңызды 1 мамыр бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отан әр адамның жүрегінен орын алатын ең қасиетті сөз. Ал адам жүрексіз өмір сүре алмайды. Отан біздің отбасымыз, ағайын туысымыз, достарымыз, тұтастай алғанда бір мемлекет. Ұлттар достығының ұйытқысына айналған Қазақстан. Бір отан, бір мақсат, бір мүдде. Тілегі бірдің жүрегі бір. Мен Ербуланұлы Мерлан, Ақтөбе математика және ақпараттық жүйелер бөлімінің 3 курс студенті Қуандықова Алтын. Баршаңызды 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Амангелді Жасұлан Есенжолұлы, Ақтөбе гуманитарлық колледжі, математика және ақпараттық жүйелер бөлімінің 3 курс студентімін. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Назерке, мен сіздерді 1 мамыр халықаралық бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Далам, кең байтақ, сондықтан ғой, күмбір көне күйімен толғауы 90 жырларымызда ұшса құстың қанаты талады, шапқан аттың тұяғы тозады. Атырауы айрықша, Қаратауы толғаған. Көрікті өлкеме қарашы, түзілген орман тау қаласы. Алтай мен Атырау арасы, қазақтың кең байтақ даласы. Гуманитарлық колледждің математика және ақпараттық жүйелер бөлімінің 3 курс студентімін. Барлық қазақстандықтарда алдағы келе жатқан 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі таңда еліміздің халқының саны 15 миллиондай. Жергілікті ұлт қазақ ұлтымен қосқанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Мұнда нәсіліне, ұлтына қарамай барлық ұлт өкілдері бір-бірімен туысқандай болып кеткен. Еліміздің шаруашылығы мен мәдениетін дамытуға барлық ұлт өкілдері белсене қатысып, бірлесіп еңбек етіп келеді. Сондықтан 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып аталынады. Қазіргі таңда елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. 1995 жылы
ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ортақ мекен жер шара, төбемізде бір аспан. Барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан. Ортақ бізге бір отан, ортақ жердің байлығы, еңбек ортақ, жыр ортақ, ортақ бізге барлығы. Жүйелер бөлімінің 3-ші курс студенті Насреддинова Аяжан. Барлық Қазақстан мемлекеттің 1 мамыр бірлік күнімен құттықтай отыра еліміздің бірлікте болуын тілеймін. Кең болсаң, кем болмайсың дегендей қазақ халқының кеңдігінен еліміздегі түрлі ұлт өкілдері тұрып жатыр. Біз елімізде ешқандай қақтығыс төңкерістің болмағанын қалаймыз. Біз еліміз бір қалыпта қалып төбеміздің күн күліп тұруын тілейміз. Бізге одан артық ештеңе керек емес. Барлық мерекелерде біз басқа ұлт өкілдерімен той тойлап, би билеп, ән айтып өнерімізді көрсетеміз. Біздің басты мәселеміз өзіміздің түсіністігімізді дамыту. Қазақстан жасасын. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жөргегімде таныстым мың тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда жүрегім күн түрілген. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елім, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір туылдым, қайта өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Жасылайлау, көпті көлем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Дайымнан сипап өткен замалда, қазағымнан алақана деп білем. Жүрсем атамекен, көкейімде жатады екен. Өзі ұясына, қимайына батады екен. Жасыл жайлау, көпті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көк кілем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағымның махаббаттау деп білем. Осымен бүгінгі татулығымыз жарасқан, тағдыры бір халықпыз атты тәрбие сағатымыз өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.